5 жылға барлық кредиттерді біріктіріп отсрочка, 5 жылға барлық кредиттердіге рассрочка, осылай халық айтып жүр қазір. Ал негізі заң бойынша төлем қабілеттерін қалпына келтіру. Яғни барлық кредиттерді біріктіріп, сот арқылы, сотқа беріп, сотқа арыз жазып, барлық кредиттерді 5 жылға төлейтіндей етіп, бір жерге төлейтіндей етіп, бөліп тастау. Бұнымен біз айналысамыз. Жұмыстарды басталып кетті. Барлық Қазақстан бойынша енді басталып жатыр бұл жұмыстар. Өйткені оған дейін заңның қабылданғанына 2 жыл болған. Алайда ол жерде бір негізсіз талаптардың кесірінен адамдар, заңгерлер, адамдар банкроттыққа осы төлем қабілетін қалпына келтіруге тапсыра алмай жүр еді. Енді барлық Қазақстан бойынша бұл жұмыс тапсырылып жатыр. Ол үшін не керек бізге? Ол үшін адамда тұрақты кіріс болу керек, еңбекақы, зейнетақы, немесе басқа да жәрдемақылар болу керек. Екінші шарты, сіздің мүлкіңіздің құны барлық кредиттеріңіздің құнынан асып кету керек. Менің аты-жөнім Азамат Сейтқалиұлы. Егер де сіздердің кредиттеріңіз төлеу қиындап кетсе, банкроттыққа тапсырғыңыз келсе, маған хабарласыңыздар.